Осы жолды білмегендіктен әйел адамдар көбінесе байқамай күйеулерімізге қарсы шығып қойып жатамыз. Уақытты дұрыс жұмсай алмай қалып жатыр. Сөздерімізді қиып тастамасаңыздар, өйткені бір фраза адамды өзгертеді. Әйел адамның бәрі 4 әйелге көнеді деп ойлаймын. Ал бірақ көмекшілік қызметін атқарып отырып, міндетсінсе, сол әйелдер не күйеу, не қайын жұртты сыйламайды. Сонда қазақ ұрпақтың әлсіремеуін ұстап отырған екен дана аталарымыз. Ол жаңағы өзінің жұртынан баланы әкетпеу керек. Мен үшін бұл сұмдық сұхбаттың бірі, өйткені өмір бақи тоқал алу мәселесін еркектер көтереді да, қаптаған бір пікірлердің астында қалады. Өзі чума болады. Одан кейін оны біраз уақыттан кейін өзі менсінбей қалады. Любой әйелге айтсаңыз, сіздің күйеуіңіз тоқал алсын десеңіз, ол айтады, ол мені жетістіріп асырап астын дейді. Бірақ ғана адамға жаңағы верный бол дей алмаймыз. Табиғатына ол қарсы шығу. Жоқ, ондайға мен жауап бермеймін, потому что сіздер түсіріп аласыздар да салып жібересіздер эфирға. Армысыздар ағайын, берекелі бейсенбі YouTube арнасында бүгін біз эксклюзив сұхбат жасамақпыз. Өйткені өздеріңіз көріп жүргендей, небір тағдырлы кейіпкерлерге осы қоғамнан, қазақ халқынан көмек сұрап жүрміз. Енді бүгін біз басқаша болсын деп арнайы студиямызға Шынар Құспанқызын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Сәлематсыз ба? Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Шынар Құспанқызы, қазақта сөз бар ғой. Жақсы әйел жігітке біткен бақ, жақсы жар жайлы қоныс алтын тақ дейді. Жалпы жақсы әйел болу үшін не істеу керек? Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Өзімде әйел болғаннан кейін енді ол өзіме де қатысты нәрсе. Жақсы жар жарты байлығың деп қазақ бекер айтпаған ғой. Ең бірінші адам өмірдің ережесін түсінсе, әйел адам өте жақсы өмір сүреді, ерімен бақытты өмір сүреді. Ол өмірдің ережесі не нәрсе? Проводник. Адам проводник болу керек. Ол күйеуін сыйлайды. Ешқашан қарсы шықпайды әйел адам. Осы жолды білмегендіктен әйел адамдар көбінесе байқамай күйеулерімізге қарсы шығып қойып жатамыз. Сол үшін әйел адамның ең басты мақсаты, ең бірінші әйел болу, екінші ана болу. Әйел болудың ішінде жаңа сіз айтып кеткен сұрағыңыз жақсы жар деп отырсыз ғой. Жақсы жардың негізгі мақсаты не нәрседе деп ойлайсыздар өздеріңіз? Былай қысқаша бір сұрақ сізге қойып қойын, сосын мен ары қарай жалғастырайын. Енді біз үшін тілі қысқа, мінезі момын, өзі көрікті. Күйеуіне бір жағымды әйел ғой енді. Өте жақсы. Осыны негіз әйел адамдарға көбінесе айтса, әйел адамдар былай айтады. Ондай болса, ер адам көп қып ақша келсін, үйде домработница ұстайын, сол кезде мен сондай боламын деп айтады. Негізінде әйел адамның күші жетпейтін нәрсе жоқ. Әйел адамның күші көп нәрсеге жетеді. 16 сағат күндізгі уақыты да жеткілікті оған. Бірақ әйел адам сол уақыттың бәрін басындағы ойменен, күйеумен, алысумен өткізгендіктен уақытты дұрыс жұмсай алмай қалып жатыр. Сондықтан да ол проводниктігінде жасай алмай қалып жатыр. Енді көп, мысалы, моллалар да айтады, жұмағың ер адам дейді. Енді мен сіздерге осыны қысқаша ғана айта кетейін. Әйел адам ішіне бала біткеннен кейін ер адаммен ажырасуға правасы жоқ деп айтылады. Неге? Өйткені ол ер адамды таңдады, келісім берді, тұрмысқа шықты. Қалай шықты? Ол маңызды емес. Главное, өзінің согласиясымен шықты. Алып қашып кетсе де, бәрібір өзі келісім берілгеннен кейін күйеуі болды. Енді ол өмір бақи сол сені алып қашып кеттің. Немесе мен сені жақсы көрмедім, немесе сені алмай тұрғанда маған мынандай деген едің деген сұрақтарды көп айтады ер адамға. Ал жаңағы проводник болғанды білетін әйел болатын болса, ол оны қуанып жүріп жасайды. Бағынан бері сіз енді проводник деп айтып отырсыз ғой. Қайта-қайта көз алдыма пойыздағы проводниктер елестеп кете береді да, нақты көрерменде түсінбей жатар осы проводниктің себепкер. Ашық айтып беріңізші, қарапайым тілмен. Себепкер. Мысалы, әйел адамсыз ер адам өзінің ұрпағын жалғастыра алмайды. Сонда әйел адам тек қана себепкерлік қана рөл атқарады ғой бұл жерде. Көрдіңіз бе? Баланы туып беріп, ұрпағын, например, еркектің жалғастырсады. Былай қарап отырсаңыз, Құранда жаңа көмекшілік қызметін атқарып отыр ғой. Ал бірақ көмекшілік қызметін атқарып отырып, міндетсінсе,
санасса, осы кезде ол жаңағы себепкерлік міндетін дұрыс атқармай бастайды. Мен жаңа Құдаймен осы күйеуімнің арасындағы проводникпін, көмекшісімін. Негізгі дін бойынша біз көмекшіміз ғой ер адамдарға. Сіз өзіңізді бақытты әйелмін деп есептейсіз бе? Бақыттымыз, енді әйелдің негізінде бәрі бақытты ғой, бірақ бақытсызбын деп жүргенде әйелдің өзі ғой. Өзі ойлайды бақытсызбын деп. Және де мына еркегін жамандап жүріп, жаңа қайын жұртын жамандап жүріп, ол әйел адам түсінбейді. Балаға сол программаның өтіп жатқанын түсінбейді. Еркегін жамандаған әйел затына өздерімізге бір нәрсені ұқсақ дұрыс болады. Еркекті жаман деген сөзіміз біз туған балаға да кейінгі қоғамның сондай қарауына жол ашып беріп жатырмыз. Біздің де балаларды жаман деп қарайды қоғам. Сонда өмірде барлық әйелдің өзінің жасаған қылығы өзіне біраз жылдардан кейін айналып келеді. Сол біраз жылдарда айналып келгенге дейінгі уақытта әйел адамдар біраз нәрсені бүлдіріп аламыз. Соны негізінде енді осы сұхбатты естіп отырған адамдар қателеспесе деген ойменен мен сіздерге сұхбат беруге келіскен едім. Мына енді ауру бала қаптап кетті, неге деп қарасаңыздар, сол әйелдер не күйеу, не қайын жұртты сыйламайды. Сол жұрттан әлсіз баланы туғызып отырған әйелдің ішкі жан дүниесі. Сондықтан енді мен айтар едім, әйел адамдарға осын бәрін түсіндірсе, ешбір әйел ауру бала туғысы келмейді ғой. Ол барғаннан сыйлар еді. Қайын жұртында, күйеуінде, немесе ол бастан, ау бастан тимеседі деп ойлаймын. Еркекті тыңдасаң, әйел жұмаққа кіреді, ешқандай сұраусыз деп айтылып жатыр ғой енді. Оны мен сіздерге айтып берейін, оны мен қалай өзім талдап шықтым. Мысалы, ер адамды тыңдағаннан кейін, ер адамнан жақсы қасиеттерді көп көргеннен кейін, ер адамды барлық жерде жоғарылатып отырғаннан кейін, ол әйелден туылған бала, баяғыда батырлар солай туылған, әйелден туылған бала халыққа елеулі, қалаулы бала болып шығады. Көрдіңіз, тамырдан бастап өседі. Бізде тамырды шауып тастап, ер адамнан баланы туылған соң тамырды шауып тастап, ана талды өсіргіміз келіп тұрады ғой. Осы жерде кетеді ғой қатенің бәрі. Ол тамырсыз ағаш өсуі өте қиын ғой. Оның тамыры болу керек. Тамыр деген ол жаңағы жұрты, қайын жұрты бәрі оның тамыры. Тек қана күйеу ғана тамыр болмайды ол балаға. Жұрты тамыр болады. Осы жерде жақсы айтып қалдыңыз, тамыры деп. Тамыры. Айтып жатсыз ғой. Жалпы әр адамның, кез келген адамның үш жұрты болады ғой. Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Баланың өмірінде осы қай жұрт жақын болады, қайсының маңызы зор? Өте үлкен жұрт, өте маңызды жұрт қайын жұрт. Нағашы жұртта өскен бала өте әлсіз болады. Неге қазір біздің ұлдарымыз қыз сияқты? Былай қарап отырсаңыздар, енді қазір мектептер мынандай дәрежеге жеткен екен, балаға баға қоймау керек, қызылмен исправление жасамау керек, бала депрессия алады деп. Бұл нені көрсетеді? Бұл әйел адамдардың басқарғандығы, енді қатын басқарған көш оңбайды дейді ғой. Әйел адамдардың басқарып алғандықтарымызды көрсетеді. Ұрпақты әлсіретіп жатқан әйел адамдар. Нағашыда жүрмеу керек. Нағашыда жүрген бала әлсіз болады. Сол үшін қазақтар осыны біліп, кезінде зиялы қарияларымыз көп болған, абай аталарымыз бәрі медреседе оқыған. Осының бәрін біліп, нағашы жұртқа 40 серкешті атаған. 40 серкеш беру керек, өйткені нағашы жұртта беретін родовая сила жоқ балаға. Енді баланың жаңағы әкесінің жұртын алатын болсақ, ол жұрт міншіл, сыншыл, балаға ешқандай ақша бермейді, бірақ көзге көрінбейтін родовая силаны сол жұрт қана береді. Міне осыны сіздер халыққа дұрыс жеткізсеңіздер, әйел адамдар кішкене болса да мына қайын жұрт бермейді деп нағашы жұртқа қарай баланы сүйрегенді тоқтатар еді. Баяғы заманда, енді естеріңізде болса, қыз баланы тұрмысқа шыққаннан кейін үйіне қонақ қып қана келтіретін. Кішкентай балаларды, қыз баладан туған балаларды жиен ел болмайды деп алыстатып ұстайтын. Сонда қазақ ұрпақтың әлсіремеуін ұстап отырған екен дана аталарымыз. Ұрпақ егер өстіп кете беретін болса, 70 жылдан кейін біз қазақ не боламыз? Сол үшін қазақта қайын жұрт ол түк ақша бермесе де, ештеңе істемесе де, қайын жұрт жақсы деп тұрған келін ана балаға родовая силаға портал болып тұрады ғой былай.
көрдіңіз, мынау қайын жұрт, мынау бала болса, міне портал кетіп жатады. Сондықтан қайын жұртты шама келсе жамандамаса, біздің әлсіреп кеткеніміз, тағы да ұятта болса да айта кетейін, қатын басқарса көш оңбайды заманына келіп алғанбыз. Ол заманды бізге ешкім Құдай жасап берген жоқ, әйелдер жасап отыр. Барлық нәрсені ақшаға кеп тіреп, ақша менен ол баланың қолына бала күнде ойыншық берсең ойнайды. Ал үлкейген кезде ол ойыншық ақшаға айналып кетіп жатыр ғой. Содан әйел адамдар ақша берсе күйеуін сыйлайды, ақша бермесе сыйламайды. Сол ойыншық керек әлі де. Бірақ енді үлкен әйел болып тұрғаннан кейін маған ойыншық бер деп айтпайды, ол құралын сәл өзгертеді, ақшаға өзгертеді. Тіпті отбасының берекесін қашыра ма? Енді былай қарасаңыз, енді былай ғой. Акцент негізінде әйелде рухани байлыққа тұрса, әйел адам бар нәрсеге қанағат болса, Алла тағала күйеу арқылы оған ақша береді ғой. Ал күйеу арқылы берілмей тұрған ақша, яғни әйел әлі ол ақшаны не заслужила деген сөз. Бірақ әйел өзінен іздемейді ғой. Қайтадан еркекті басталамыз ғой. Көрдіңіз бе? Содан басталған нәрсе ғой. Барлық нәрсенің мына бәрі қазір следствиемен күресіп жатыр. Балалар ауырып жатыр дейсіздер, ауру балаларға қор жинайсыздар, ажырасып кетті дейсіздер, ажырасқан әйелдің бала шағасына көмектесесіздер. Одан қоғам түзелмейді. Қоғамды түзеу үшін түп тамырмен жаңағы бірінші проводниктікпен алып келетін болса, ешкімде проблема да қалмайды ғой. Проблема деген нәрсе жоқ, ол тек қана адаммен ғана создаваться етілетін қазіргі заманға мына рухани байлықтың жоқтығынан жаңағы ақша инструмент қой, инструментке жабысып алғандықтан болып жатқан нәрсе. Егерде енді Құдай сақтасын күйеу қайтыс болып кеткен жағдайда, ол жаңағы өзінің жұртынан баланы әкетпеу керек. Баланың жұрты ол қайын жұрты ғой, енді әйелдің қайын жұрты. Сол жұрттан баланы әкетпеу керек. Сол жұрттың адамдарына барып сөйлесу керек. Мынау сіздердің жұрттарыңыздың мысалы баласы. Мен жұмысқа шығып алайын, маған бағысып көмектесіп жіберіңіздер деп кішкене сәл баласы үшін ана иілсе, ол жұрт қарасады балаға. Бәрібір онда, мысалы, былай қараңыздар, мен сөзіме сенбеймін деп отырған әйелдер болса, былай айта кетейін. Әйел адам өзінің жұртынан бала туып алып келмейді ғой, ол ауру болады. Өйткені Алланың заңына ол қарама-қайшы нәрсе. Әйел адам оны сол қайын жұртқа келіп, сол жұрттың баласынан туады ғой. Сол жұрттың баласынан туады. Енді ол бала қалай әйелдікі болады, мысалы. Ол бала әйелдікі болмайды ғой. Яғни әйелге Алла тағала ондай баланың ұрығын бермеген, оны тек еркекке берген. Енді ары қарай кеттік. Фамилиясы еркектікі, отчествосы еркектікі, руы еркектікі. Бұрынғы ата заманда соның бәрін дұрыс ұстап отырған аталарымыз. Енді қазір мысалы ұл тусын, қыз тусын, фамилия жаңағы еркектікі, отчество еркектікі, бірақ менің балам дейді әйел адамдар, менің балам деп сөйлейді. Мысалы, Найман болса, қайын жұрт арғын болса, арғындар бұлар деп сөйлеу керек, көрдіңіз бе? Сонда әйел проводник болып тұрады, ана баланың өміріне қарама-қайшы нәрсе жасамайды. Ал егер баланы көбінесе әйел адамдар біраз уақыттан кейін ер адамға суиды да, ол қалай суиды ең бірінші әйел адам? Ер адамына мін тағып қараған кезден бастап, әйел адам өзінің отношениясын өзі еркегіне қарай бұзады екен. Біз өзіміз айтып бастаймыз ғой, сол кезден бастап біз өзіміздің отношениямызды бұзып бастаймыз. Ол еркек жаман емес, бірақ біз соны уже жаман қылуға әкеле жатамыз. Сөзде құдірет бар. Сөзде құдірет бар. Енді қараңыздар, әйел адамда мынандай бір үлкен бір нәрсе бар екен. Әйел адам ер адамнан нені көреді, соны жасап шығарады ғой. Ойына кірді ма, анау жаман деп, соны жаман қылып шығарады, болды. Ал егер ойына кірді ма, мына еркегім менің жақсы деп, ол жақсы қылып шығарады сол еркекті. Демек, дұрыс ойлау керек. Дұрыс ойлау керек. Ол және де мына нәрсені білу керекті. Маған осы күйеуді менің бағым деп берді, мен енді проводник болайын енді. Осы ер адамда, иә, қателіктер болады, ол да адам, мысалы, әйелде де қателік болады, жаңағы күйеуде де қателік болады. Енді осындай қателігі бар екен, осы жерін мен жақсы қылу үшін қандай нәрселер жасасам екен деп үлкендерден ақыл алып, психологтарға барып, біраз жұмыстарды жасап, ол әйелде жасап шыға алмайтын нәрсе жоқ.
Әйел адам еркексіз қалса да баланы бағып кетеді ғой. Бірақ ол тірлік емес. Одан да жаңағыдай жолын іздестіріп қарастырса, әйел адамның таппайтын нәрсесі жоқ. Бәрін шығарады, бәрін жасай алады. Өйткені әйел адам көмекші болғаннан кейін қабырға деген өзі қараңыздар, бүкіл ішкі органды сақтап тұр ғой, былай қарасаңыздар. Еркектің бас сүйегінен жаратқан жоқ, басына шықпа деп. Қабырғасынан жаратып, ішкі органдарын жаңағындай сақтап тұру үшін әйел адам соны өзінің көмекші екенін түсініп жүретін болса, проводник екенін түсініп жүретін болса, ол оны қуана-қуана жасайды. Бірақ әйелдер жолын білмейді. Оның жолын білсе, әйел адам оны жасайды. Әйел адам ақымақ емес, әйел адам ақылды. Бірақ жолын көрсететін осындай прямой эфирлер керек. Сол кезде әйел адам қисық қабырғадан жаралған деп жатады ғой. Қисық. Әйел адамның эмоциясы, өзім де әйелмін ғой. Әйел адамның эмоциясы кей кезде өзіне де бағынбай кетеді. Сондай кезде ер адамға да кішкене жылы сөйлеп, жаңағыдай әйел адамды бір жарты сағат, бір сағат тыңдай салса, бірақ жүрегіне алмаса, әйел адам жаңағы ішіндегі ойының бәрін шығарып болғаннан кейін бәрі жақсы болады. Ол тек қана сенің ойың деп айта салса, бәрі жақсы десе, әйел адам сол бір сөзге иланады негізінде. Ал әйел адам қатты ашуланған кезде ер адамдарда кейде қатты кетіп жатады. Енді негізі о жағында ер адамдарға кішкене жеткізіп қойсаңыздар жақсы болады. Ер адамдар ақшамен әйелді ұстай алмайды. Мен сіздерге ашып айтайын, ақша беріп әйелді ұстау мүмкін емес. Ақшаны ұстайды ер адам тек қана ақылменен. Ер азаматтың қалтасында бір артық ақша жүрмегеннен кейін ол азамат үйде де, түзде де төмендей береді. Төмендей береді. Сол өзіңіздің сөзіңіз бар ғой, чмоқ болып жүреді. Иә. Сенген ол күйеуі менсінбейді. Соны ашып айтыңыз. Әйел адам, егер де оны олай жасайтын болса, еркегін енді шынында да жалпақ тілмен айта салғанда чмоғылады, өзі чмоғылады. Одан кейін оны біраз уақыттан кейін өзі менсінбей қалады. Болды, өзі жек көріп қалады. Ол егер де сондай кезде түсініп тұрса, мен қазір бұны төмендетіп тұрсам, кейін қоғам менің бала-шағамды төмендетеді десе, ол осы қылыққа бармайды. Сол үшін мына бәр нәрсенің причина-следствиесі бар ғой. Осы причина-следствиені ашып айтсаңыздар, әйел адамдар сол қылықты да қойып кетеді. Түсіндіңіздер ме? Бұл ашылып айтылмайды. Қой, үйтпе деп қана айтылады. Ал неге үйтпеу керек екенін әйел адам түсінбейді. Өйткені ерін өте үлкен жоғарға қарай құрметтеген әйелдің балаларының бәрі қоғаммен құрметтеулі болады. Осын түсінген әйел адам ерін төмендете ме? Әкесі қандай болса, бала сондай болады ғой. Иә, мысалы, былай ғой, талды өсіріп тұрып, тамырына уды құйып отырып, талды өсір алмайды адам. Түсіндіңіз бе? Лучше мына тамырын да өңдеп, тамырын жақсы қылып отырса, мына өзінен өзі өседі. Сонда күйеуді өте сыйлап, жақсы құрметтеп отырса, әйел адамдар бала деген өте бақытты болады. Сонда әйелдің жұмағы еркегінде дегенді мен осылай өзім түсініп шықтым. Ана Омар Жәлелдің айтқаны маған өте қатты ұнайды, ол кісінің сол бір сөзі. Жаман қатын 40 жылғы боғын езіп отырады деп айтты ғой енді, шыны керек. Сол дұрыс енді, дұрыс нәрсе. Соны езгеннен кейін болды дейді ол уже, жақсы қатын болмайды дейді. Сондықтан әйел адамдарда еркектің табиғатын түсініп, тез кешіріп үйренсек, әйел адамның өзіне де жеңіл, ұрпаққа да жеңіл, қоғамға да жеңіл. Әйел адам ол еркекті чмоғылып алып, ол өзі бақытты болып кете алмайды ғой. Сөздерімізді қиып тастамасаңыздар, өйткені бір фраза адамды өзгертеді. Өзінің күйеуіне сондай өзінен жоғары қарап тұратын болсақ, ол қоғамда сол еркекке солай қарайды. Қоғамда сол, өйткені ана еркектің еңсесі жоғары жүреді. Ол үйіне келген кезде ол өзінің орнын біледі, еркек екендігін біледі, ол да жоғары жүреді. Жоғары жүрген соң сенім пайда болады. Еркек өзі екі-ақ энергия алады ғой, космический энергия, женская энергия, әйелден алады. Әйелде екі энергия бар, космический, земная энергия. Сол үшін әйел адамдар шалбар кимей жүрсе. Сөзіңіз өте керемет жауап болды деп ойлаймын. Өйткені әйелден энергия алады. Әйелден энергия алады. Сол үшін ер адамдар үйінде жылулық жоқ болғаннан кейін басқа әйелдерге көз салып жүгіріп жүретіндері де сол. Енді энергияның көкесі далада жүр. Далада жүр. Қазақта тоқал алу деген нәрсе бар ғой. Иә. Тоқал не үшін алады десе, тоқ ал дейді да. Тоқ ал. Тоқ ал, энергия ал дейді да. Мен сізбен алғаш кездескенде осы бір әңгімеңізді мен ұнатып, соған бола сізбен бүгін сұхбатқа келістік. Жақсы. Өйткені себеп сіз айттыңыз, қазіргі ер азаматтардың тоқал алуы керек.
Тіпті бір әйел аздық етеді дедіңіз, өзіңіз толық осыны ашып айтыңызшы. Енді оны негізінде менің сөзім емес, ол Құранда жазылған сөз. Ер адамда 4 әйел болу керек дейді. 2 әйел болса, 2 әйел бір-бірімен өте қатты алысып кетеді. Өйткені онда объект конкуренция тұр. Күндес тұр. 3 әйел болса, 2-еуі бірігіп, 1-еуіне жабылуы мүмкін. 4 әйел болса, 4-еуі де бірігеді екен де, ер адамға жақсы болғысы келеді екен. Әрқайсысы өзінің жақсы екенін көрсеткісі келеді екен. Сонда соның бәрі негізінде атам заманда мына ақиқатта изучение жасалынып қойған нәрсе ғой. Біз енді Америкаша отырған жоқпыз. Ал бір әйел болса, ол басқара береді екен. Мен үшін бұл сұмдық сұхбаттың бірі. Өйткені өмір бақи тоқал алу мәселесін еркектер көтереді да, қаптаған бір пікірлердің астында қалады. О жердегілер еркектердің жаңағы өзінің жеке басы жайлы айтып жатыр деп, осыны тақырыпты әдейі көтеріп жатыр дейді. Ал енді сіз нәзік жанды адамдардың бірісіз ғой, күндей шуағыңыз шашып отырсыз. Сонда нақты ашып айтыңызшы. Қазіргіде осы азаматтар тоқал алуға енді әрине, мысалы бәрі былай айтады ғой, ол үшін бізді асырасын дейді. Сіз тек қана әңгіме ретінде ғана айтып тұрсыз ба? Асырасын деп, мысалы әйелге қазір барып, любой әйелге айтсаңыз, сіздің күйеуіңіз тоқал алсын десеңіз, ол айтады, ол мені жетістіріп асырабасын дейді. Сонда ол айналып келгенде қайтадан ақиқатқа келетін болсаңыздар, жетістіріп асырау дегенге жаңа норковый шуба, аузынан ақмай ағызуға кірмейді екен. Жаңағы бір баспана, посезонный киімі и ішіп отырған тамағы. Ол қандай мөлшерде болса да айтуға аш емес, бала-шаға. Соны жасап отырса да, ол бәрібір асырасын, маған машина керек, маған үй керек, ол еркектің парызына кірмейді. Сонда әр адам өзінің парызын білу керек қой, ер адам өзінің парызы, 3 парызы бар. Семьяның алдында, әйел адамның 3 парызы бар. Әке мен шешенің баланың алдында 3 парызы бар. Енді қоғамға ашық айтыласыз ба қазір ер азаматтар тоқал алу керектігі туралы? Ең бірінші бұл жерде ақиқатты түсініп алу керек те. Егер де ақиқатты түсінген әйел болса, ондай нәрсеге қарсы шықпайды. Ал ақиқатты түсінбей, тек қана ер адам алу керек десе, ол әйел адамның басына сыймай қалады. Ал ақиқат арқылы, ақиқатты сыйдырып барып әйел адамға түсіндірсе, әйел адамның бәрі 4 әйелге көнеді деп ойлаймын. Ер адамның табиғаты жайлы айтып қалдыңыз. Ер адамның табиғаты былай ғой, мысалы, биеде 10 айғыр бар дейік. Енді ол бір айғырды ғана жақсы көріп, қалған 9 айғырды жақсы көріп жатпайды, ол бәріне бірдей ие бола алады. Сол сияқты мысалы қоразда 10 тауық бар дейік, ол жаңағы 10 тауыққа да ие бола алады деген сияқты. Ер адамның да табиғаты сондай. Ол ер адам қайта мықты болмаса, одан әлсіремейді. Және де әйел адамдарда өздерде кішкене басылады, мынандай еркекті біреу мысалы күйеуге шыға алмай жүр, біреу күйеуін жамандап жүр, сондай болып кетті енді қазір заман. Ал егер де соны білетін болса, жаңағы ол ер адамның осылай 4-еу алуға оған рұқсат етілген Алладан, мен неге әйел болып рұқсат етпеймін деп өзін тоқтатса, ол нәрсе мен ойлаймын іске асатын нәрсе. Тарихта тұмар бар ғой, тұмар ханым. Тұмардың мықтылығы бүкіл ел біледі. Шынардың мықтылығы бүгінгі осы қоғамға осы тақырыпты көтеріп айтуы. Өйткені себебі менің ойымша сіз жеке бастың ғана қамын ойлап отырған жоқсыз. Жеке бас болмайды бұл жерде, ұрпақ. Ұрпақ. Мен оны түсіндім. Құлың көбеймей, жылқың көбеймейді. Ұлың көбеймей, ұлтың көбеймейді деп. Сол ұлтты көбейту мақсатында айтып отырсыз ғой деймін. Ұлтты көбейту мақсатында, содан кейін біз мына таза қазақ халқы, таза халықпыз ғой, біз өзіміз жауға шаппағанбыз. Жаудан тек қана қорғаған, мынандай байтақ жерді ата-бабаларымыз денесін оққа тосып, мысалы, біздің ұрпаққа осындай байтақ жерді қалдырған. Әр қазақ мықты, бірақ бір әйел ие болып, ер адамды төмендетпей, қайта көтерсек, ұрпақты көбейтсек деген ой ғой енді біздікі. Ұлттың санын көбейту үшін енді тоқал алу керек қой? Әрине, өйткені бір әйел қазір 2 баладан, 3 баладан артықтап. Енді мен сіздерге айта кетейін, баяғы апалар тоқалды өздері алып берген. Жоқ, ондайға мен жауап бермеймін, потому что сіздер түсіріп аласыздар да салып жібересіздер эфирға. Жаңа сіз айттыңыз ғой, ер адамның табиғатын салыстырдыңыз жан-жануарлармен,
үйдегі анау құстармен, тауықтармен, айғырлармен салыстырып күшті мысалдар келтірдіңіз. Енді ол ақиқат қой, шындық. Ал енді осы еркектің табиғаты сол көпшілікке көзде салып жібереді дедіңіз. Сол еркек мысалы тоқал алмаса бәрібір сырттан іздей ма өзінің енергиясын? Бәрібір сырттан іздейді, өйткені ер адамның ол табиғатында жазулы нәрсе. Мысалы біз ешқашан арыстанға қоян бол демейміз ғой. Сол сияқты еркектіге әйел бол тек қана бірақ қана адамға жаңағы верный бол дей алмаймыз. Табиғатына ол қарсы шығу. Ер адамның табиғатына қарсы шығу. Сонда бәрібір бір әйелмен жүрген однолюбтер бар ғой енді. Бәрібір олар адал емес деп. Жоқ, енді олай мен олай айта алмаймын, әрине. Мүмкін мыңнан біреу бар шығар. Мыңнан бір ер адам бар шығар. Ер адам бірақ әйелді жақсы көріп тұра алады, егер де әйел адам сол еркегін мақтап, мадақтап, барлық кемшілігіне қалай көмектессем екен, мына жерде кемшілігі бар, осысын қалай мен плюсқа шығарсам екен деп көмектессе, ол бірақ бір еркекке бір әйел жеткілікті негізінде. Енді әйел адамдар өзіміз мысалы ер адамдарға сыртта жүргенге рұқсат бермегендіктен, ол әртүрлі партнер ауыстырады ер адамдар. Аннан қашады, мынан қашады, әйелін біліп қоймасын деп бір әйелге барады, ол әйелден қашады. Сөйтіп жүріп, қаншама ауру, қаншама вирус, қаншама балалар аурумен туып жатыр. Сонда да әйел егер көмектесіп, жоқ мен ер адамым ондай болмайды, жаңағындай тек қана семьяда тағы да бір, егер табиғатына 4 әйел жазған болса, тағы да менен басқа үшеуіне болады екен десе, онда ол вирус та жоқ, ауру да жоқ, бәрі де тоқтайтын еді. Тәрбиелі текті ұрпақ өсіру үшін оның әкесі, яғни тамыры, сол отбасының тірегі, асыраушысы ер азаматын сыйлау керек. Ер азаматын сыйлау керек. Ер азаматты сыйласа, ер азамат асыраушы болады. Ер азамат асыраушы бола алмай тұрған күннің өзінде де әйел адам жаңағы еркелігімен, қылығымен, әйел адамда 40 айла бар ғой. Бір жерде айласын қосып, бір жерде еркелігін қосып, мысалы ол ер адамды асыраушы қыла алады. Әйел адамның қолынан келеді. Сол үшін әйелді көмекші қылып қойған. Сол үшін әйелге еркекке қарағанда мынандай алдыңғы өмірді жаңа көруді, жасауды әйел адам тез көріп тұратын, тез шешім қабылдап тұратын сол. Бірақ еркек неге олай ойланбайды дейді. Еркекке табиғатында ондай нәрсе берілмеген. Сонда табиғатын түсінсе еркектен алыспаймыз ғой. Шынар Құсманқызы, ер азаматтарға тән бір өзіңіздің батылдығыңызды бір көрсеттіңіз деп ойлаймыз. Дегенмен осы сұхбат барысында тектілікте, ер азаматты құрметтеу, жоғары қою, қадірлеу бәрі айтылды деп ойлаймын. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге де. Мінекей қадірлі көрермендер, берекелі бейсенбі бағдарламасының қонағы Шынар Құсманқызы болды. Алдағы уақытта бұдан да тереңдей түсеміз. Келсесіз ғой сұхбатқа? Тағы да Бұйырса. Ашық сұхбатқа әлде. Бұйырса. Берекелі бейсенбі YouTube арнасында осылай сұхбаттарымыз басталды. Бүгінгі қонағымыз Шынар Құсманқызы болды. Алдағы уақытта әлі талай жақсы сұхбаттарды күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.